Мен бүгінше бурекке пісірдім. Ол үшін тостаққа 300 грамм ұнымызды саламыз. Ортасын ашып, бір сұйық майдан 2 қасық құямыз. Сосын қайнаған су құямыз. Қайнаған су болу керек обязательно. Кішкене тұз салып жіберіп, осылай қамыр илейміз. Қамырымызды жарты сағатқа бетін жауып, бөлме температурасында қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін тартылған ет пен пияз, тұз, бұрышымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Кішкене су құйып жібереміз, құрғап кетпеу үшін. Сосын қамырымызды бөліктерге бөліп, осылай жұқақ етіп жайып, ішіне фаршымызды саламыз. Осылай жартысына саласыздар. Сосын шет-шетін вилкамен жабыстырып шығасыздар. Сосын майымызды қыздырып, екі бетін пісіріп ала бересіздер.